Жаңалықты естіген боларсыңдар, жылдамдық жеңеді. Бірақ табиғат мұны келесі деңгейге көтереді. Таңғалуға дайынсыңдар ма? Бір сәтте ниетін әрекетке айналдыратын жыртқышты елестетіп көріңдерші. Тапанша ашшаян тырнағын шертеді, ол кавитациялық көпіршік жасайды, содан кейін кішкентай өлімші соққы толқынын туғызады. Немесе боксшы ашшаянды ойлап көріңдерші, соққысы суды микросекундқа қайнатады. Содан кейін қабықтарды шыны сияқты сындырады. Жерде қақпан жақты құмырсқа бар жақтарын секундына 60 метрден аса жабады. Олар өздерін лақтырып қашып құтылуға болады. Бұл жылдамдық пен физика. Эволюция оқу сабағы сақтау механизмдермен серіппелі бұлшықеттермен, таңғажайып биомеханикамен. Жылдамдық тек аяқ емес, бұл уақыт энергияны сақтау тосынсый. Сондықтан келесі жолы жылдам десең, есіңе ал, табиғат сенің ең жылдам жүгірушіңді ұятқа қалдыратын қозғалыстар ойлап тапты. Дизайнды құрметтеңдер, физикаға таңғалыңдар және өтінемін, мұны үйде сынамаңдар. Қайсысы сені таңғалдырды? Төменге пікір қалдырыңдар.